жайлау, иә. Гүл деп байқап тұрмыз, иә? Бұл жерде, балалар, енді осы жерде тауды, ең негізгі тау, бұлақ, шөп, иә? Жасыл алаң. Яғни, бұл жерден біз тақырыптан тұтауымыз керек. Осы жерде қандай мақал мәтел еске түседі? Тау туралы айтатын, бұлақ туралы айтатын, және де құрақ туралы айтатын. Еске түсірейікші, қандай мақал мәтел еске түседі? Әке асқар тау. Дұрыс айтасың. Ана мөлдір бұлақ, бала жағасына құрақ. Дұрыс айтасың. Яғни, бізде енді осы мақал мәтелдің ішіндегі тірек сөздерді анықтайықшы кәнекей. Ата. Дұрыс айтасың. Ата, яғни әке, иә? Ана. Сосын? Яғни, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жас, өспірім және балалар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жас, өспірім және ата-ана. Біз сабақты бірінші жаңа сабақты өтпестен бұрын ең бірінші, яғни өткен сабағымызды қорытындылауымыз керек. Осы уақытқа шейін зат есім дегеніміз не? Сын есім дегеніміз не? Етістік дегеніміз не? Етістік қалай жасалады? Соның бәріне тоқталған болатынбыз. Демек, бүгін енді етістіктің көмекші етістіктерге тоқталамыз. Балалар, артқы сабақтарды қайталау үшін, яғни алдыңғы сабақты қайталау үшін мен сіздерге қызықты ойын дайындап келдім. Ал ендеше балалар бастаймыз. Уақыт беріледі, сол уақыттың ішінде біз осы тапсырманы орындап аяқтауымыз керек. Ұлдана, екінші орында Айсафи, үшінші орында Ақбота болды. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Сабағымызды ары қарай жалғастырып, біздің сабағымызды ары қарай үйлестіріп, бір-бірімен қорытынды жасайтын мен үлкен бір кереметтей бейне жазба дайындап келдім да, сол бейне жазбаға назарымызды аударатын боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымызға қатысты. Мұқият тыңдаймыз, көреміз, және сол бойынша бірінші тапсырма болады екен балалар. Екі сабақтан кейін ауырып жатырмын деп сұранып кетейінші. Не үшін? Жаттау беріп еді, жаттап үлгере алмадым. Не істедің кешелері жаттамай? Ой, мам, ұрса бермеші. Итак апайлар, ығырым шығар. Боп дел. Сосын өткендегідей біреуден таяқ жеп тұрмай ұрсайын? Балама, Жаттауыңды ұмытып қалма. мам, екі сабақтан кейін сұранып кетейінші. Жарайды. Бірақ ауырып тұрмын деме. Ауруды ойлап қалып жүрер. Бізде ондай қожалар көбі, кейде үй тапсырмасы болмаса, мама бүгін қала салайыншы, өтініш. Ал ол ата-ана, ол сіздің өміріңізге бейжай қарағандықтан емес, сіздің көңіліңізді, сенің көңіліңді түсірмес үшін мақұл жарайды дейді. Ал оның арты қандай болады екен? Дұрыс жолға болмайды екен. Жақсы. Ал ендеше балалар, осы бейне жазбаның негізінде сіздерге тапсырма беріледі. Сол тапсырманы мұқият қараймыз. Яғни, бейне жазбаны көріп, берген тақырыптардың бірін таңдап, пайымдау мәтінін жазыңыз. Бұл жерде берген тақырып дегеніміз жаңағы екі өмірді бейнелеген, біріншісі дұрыс тәрбие болатын болса, екіншісі бұрыс тәрбие болса. Жақсы, ал енді пайымдау мәтіні дегеніміз не еді? Еске түсірейікші. Пайымдау мәтіні неліктен, неге деген сұрақтарға жауап береді. Оқиға мен құбылыстардың себебін түсіндіреді. Оқиға мен құбылыстардың себебін неліктен екендігін көрсетеді. Жақсы, жарайды. Ал енді балалар, бұл тапсырма топтық тапсырма. Топпен бірге отырып, ұйымдаса отырып жасасақ, өте керемет болады. Яғни, бейне жазбаны көріп, берген тақырыптардың бірін таңдап, пайымдау мәтінін
конкиске уақыт беріледі. 2-3 минут деп ойлаймын. Біз бойымызға қандай қасиеттер болғаны дұрыс, қандай қасиеттер болмауы керектігі аңғарамыз. Болашағымыз жарқын, биік болуы үшін әрқашан ата-анамызды тыңдап дұрыс жолмен жүруіміз керек. Ешқашан жалқау болмау керек. Не себепті? Себеп айтқанына алып тұрмын. Себебі неге апарады? Оны жазылмады. Біз айтуға болады. Біз ата-анамызды тыңдасақ, және тыңдап жүрсек, біздің болашағымыз бейнежазбада көргеніміздей барлық дұрыс нәрсе істеп жүрсек, болашағымыз биік, жарқын болады. Баршаға үлгі боламыз. Жақсы, аяқтау керек. Жақсы. Менің ойымша, бұл бейнежазбада ата-ананың балаға берер тәрбиесі жайлы зор тақырыпқа жазылған. Бірінші жағдайда ата-ана ұлының қалағанын істеп, оның барлық айтқанын орындады. Осылайша ол бала есіріп жаман жолға салынды. Ал екінші жағдайда анасы ұлына ақылын айтып, бағыт-бағдар дұрыс жолға түсуіне көмектесті. Ол бала биік белестерді бағындырды. Осы жағдайлардан түйеріміз, ата-ана еш уақытта баласына бейжай қарамау керек. Яғни әрдайым баласына көмек беріп, ақыл айту керек. Жақсы. Ал жарайсыңдар. Яғни бұл жерде не үшін, не себепті, қандай жағдаймен деген секілді сұраққа, яғни Фариза Алтын бізге ақбота толығымен орындап берді. Жарайсыңдар. Ал ендеше балалар бір-бірімізге баға берейікші. Яғни ата-ана тобы жасөспірім тобына, жасөспірім ата-ана тобына. Яғни ата-ана тобына 2 жұлдыз, 1 тілек. Айта қойш, бұл жаңа 2 жұлдыз, 1 тілек айта қойш. 2 жақсы жағдай болады. Түсінікті болды, өздерінің ойларын ашық еткізді деп ойлаймын. Енді кемшілік соңында қорытынды аяқталмаған. Жақсы, жарайды. Толтыр жұмыс болған көріп тұр. Екінші, өте түсінікті және де берілген сұрақтарға жауап берген барлығы өте керемет. Ұсынысы? Формамысыңыз? Жоқ. Жақсы. Енді жаңа бір айтылмай қалып кетті. Бізде топ басшысы деп сайладық қой. Топ басшысы мына топтан, жасөспірім тобынан Асылжан, мына топтан Зиясова. Топ мүшелерін жазамыз да, топ мүшелеріне баға беріп отырамыз. Кім сабаққа қалай қатысқандығы жайында. Сабағымызды ары қарай жалғастыратын, одан сайын біздің ойымызды одан сайын өрбітетін ата-ана және жасөспірім қандай болу керек, ол өзін қалай ұстау керек, олардың бойында қандай қасиеттер болу керек деген сондай тапсырмаларды ары қарай өрбітетін боламыз. 31-ші қара сөзді жасөспірім тобына береміз. Осы мәтінді жақсылап оқимыз да, мәтінді жұптаса талқылаймыз. Демек, қазір Фариза өзінің ойын айтады, осы 19-ші қара сөз туралы. Оған қосымша ой сілтейді. Ақбота, Аяжан, сен айтатын болсаң, Айсәпи оны толықтырады. Біріміздің сөзімізді біріміз қайталамауға тырысайық, істесін. 4 минуттан кейін бастайтын боламыз. Жақсы, жарайды. Енді топпен аяқтағанменен жұпта талқылайтын боламыз. Жақсы, бірінші Ақбота менен Фариза. 19-ші қара сөз. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап татып, естесе дүниедегі жақсы, жаманды планеттағы сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды, сол естілерді есті. Білген жақсы нәрселерді естесе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып естісе, не есіткен жерде қайтып қайырып, сұрап ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де
шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп естіпей не керек? Осындай сөз танымай тұрған елге сөз айтқанша, өзіңді тани тұрған шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Бұл жерде сіздерге берілген қара сөз 19-шы қара сөз. Біздің бүгінгі ата-ана тәрбиесі жайлы айтылған секілді. Қалай толықтырасыздар? Не дейді бұл жерде 19-шы қара сөз? Адам туылғанда есті болып туылмайды, оны тәрбиелейді. Сол нәрсеге ұмтылады. Және де Оны тәрбиелейтін кім? ата-ана. Дұрыс айтасың. Тәрбие тал бесіктен демекші, тәрбиенің барлығы сол түп тамырдан басталады. Сонымен қатар әр істен сабақ алып, сол жақсы нәрсені, жаман нәрсені түзеп, жақсы нәрсеге ұмтылу қажет. Ол жақсын, жаманын түзеп, жақсысын, дұрысын көрсететін кім ол? Ата-ана. Дұрыс айтасың. Және де бұл қара сөзде айтылатын нәрсе адам өмірге келген сәттен бастап, ол ақылды, данышпан, хакім болып дүниеге келмейді. Ол алдымен оң солын ажырату керек, оны жақсысын білу керек. Осы орайда еске алатын мақалымыз ол көре-көре көсем болсын, сөйле-сөйле шешен болсын. Барлық нәрсе өз сәтімен, өз орнымен, яғни адамның ізденісімен келеді. Жақсы, жарайсың. Адам өзінде жақсы жаманды көріп қана сосын қиыншылықтарында өздіріп қана өзінің сабақ алады, содан ол адам болады. Оны ең бастысы үйрететін адам ата-ана. Ата-ана, жақсы. Егер де адам білімге еш нәрсеге қызықпаса, өмірге де талпынысы болмаса, өзімен өзі жалқауланып жүре берсе, ондай адам болғанша шошқа баққан жақсы деп Абай оларды теңеген, шошқаға теңеген. Бұл жерде, яғни ата-анадан көрген дүниесін, оны ойына түйіп, тұшынып, оны көргенін ары қарай жасамаса, яғни Шошқа баққан жақсы деп. Дұрыс айтасың. Ата-ананың өзіне байланысты. Егер ата-анадан кейбір балалар болады, адамды тыңдамайтын ше, ата-анасын тыңдамайтын сөзде жақсыға, балаға айналып тұрады. Егер өзіңді түзетпей тұрып, немесе ата-анаң сені түземейтін болса, елге сөз айтып керегі жоқ. Себебі бұдан да шошқа баққан жақсы деп бағана айтты ғой. Жақсы, жарайды. Жануар баққан жақсы деп айтады. Өйткені адам тәрбиесі ең бастапқы кезеңнен бастап басталғаннан кейін, ол сол сәтте тәрбиелемеген кейін, ары қарай оны Жемісін бермейді. жемісін бермейді. Жақсы, жарайсың. Сіздерге берілген тапсырма сендерге 31-ші қара сөз. Яғни біз бірінші мына 19-ші қара сөзде ата-ананың өзі туралы, ата-ана өзін жөндеу керектігі туралы айтылған, иә? Ары қарай 31-ші қара сөз уже жасөспірім, демек балаларға айтылған. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде импресстену керек. Көңілденіп, түсініп, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды туздыратұғын нәрселер. Дәл жаңағы 19-ші қара сөзде айтылғандай, адам өз жақсы жаманын танып, әр нәрсені ынтамен таниды. Және осы оның бәрін ынтаны бізде құртатын нәрсе ол ой кеселдері, қарсы айтылғандай. Ой кеселдері тек ынтамызды ғана құртпай, күллі ақыл мен ғылымды туздырады. Ол ой кеселдеріне біз уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, бір нәрсеге құмар болу, я бір қайғыға салу. Осылардың арылу арқылы біз жақсы жолға түсе аламыз. Жақсы, ағырай. Адам затты естіген кезде, оны ұмытпау үшін 4 себеп бар. Біріншісі, ішінің тар болмау керек, басқа біреуді көре алмау керек. Көреалмаушылық болмау керек. Екіншісі, сол затты естіген кезде ғибраттан бағу керек. Яғни белгілі бір жақсы дүниені естіген кезде өзіне алып қалуға тырысу керек қой, өз дүниесінің пайдасына асыру керек. Жақсы. Естен шығармаш үшін сол нәрсені ойында қайталап жүріп бекіту қажет. Жақсы. Яғни ата-ананың айтқан тәрбиесін, көзімен көрген дүниесін ойына сақтап, ғибраттанып жүру керек, жақсы қарай. Екінші сол нәрсені, яғни ынтамен ұғу қажет. Егер де адамда оған деген құлшыныс болмаса, ол ешқандай нәрсені түсіне алмайды және де ойына бекіте алмайды. Ең алдымен ынта болу керек, содан кейін сол нәрсені, яғни көңілде
уәдені бойға бекіту қажет. Дұрыс айтасың. Жасөспірімдерді тәрбиелеуге бірінші қадам болып табылады деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде осы өмірден алып келсе, онда мысалы біз телефон қарасақ, смартфон қарасақ, ата-анамыз бір нәрсе бізге айтқанда біз естімей қаламыз. Кейбір кезде естімей қаламыз. Сол кезде осы айтқан сөздерді, естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 нәрсе дейді. 4 себеп бар дейді. Осы ұмытпас айтқан сөздерді, айтқан нәрсені ұмытпас үшін осы ой кеселдерінен қашық болу керек дейді. Яғни жасөспірім менен ата-ана, яғни бірінші яғни ата-ана тобы 19-шы қара сөзде ата-ананың өзі қандай болу керектігі айтатын болса, екінші жасөспірім тобында яғни ата-анадан алған тәрбиені бала не істеу керек екен? Көкірегіне, өзінің бойына сіңіру керек екенін ұмытпауымыз керек екен. Жақсы, жарайсыздар. Өте жақсы жауап бердіңдер. Әрқайсың өзіндік ой пікірлеріңді дәлелдеп бердіңдер. Жарайсыңдар. Мұнда да айтып тұрғанда көмекші етістіктерге біз қазір тоқталатын боламыз. Көмекші етістікті тоқталмас бұрын бірінші етістік дегеніміз не? Ескертейікші. Сөз табу, сұрақтары, не істеді, не қылды, Еді, кән Айсафи? Мысал келтірші, кәнпе, кім келтіреді? Кім келтіреді? Кән? Аяжан? Ол негізгі етістік тек тұр, отыр, тұр, жүр емес. Ол көсемшенің, есімшенің, болымсыз етістіктің жұдақтар жалғаны бар мыда жасы бар. Мысалы, айтқан, жүрген, жүріп, дұрыс айтасың, оқыған деген секілді. Жарайсың. Ал туынды ше? Туынды етістіктен Асылжан? Сана, тазала, жуын. Бастапқы түбірі Есім сөзден бастап, кез келген сөз табынан тұра береді екен. Ол етістікпен де тұра береді. Бірақ етістікпен етістікпен айтылады. Яғни түбір сөз бұл жерде сана дегендегі түбірі сан, не деген сұраққа жауап береді? Зат есім болып тұр, сана деген а деген жұрнақ жалғау арқылы етістікке айналып тұр. Дұрыс айтасың. Жақсы. Ал енді құрамына қарайшы. Құрамына қарайқан Сұлтан? Дара және күрделі. Дара және күрделі. Дара етістіктерге не жатыр? Дара етістіктерге. Дара етістіктер жалғыз етістік тудыруынан пайда болады, яғни оларға айтты, жазды, көрді, істеді. Бағанағы негізгі етістіктердің бәрін осыған кіргіземіз. Және де туынды етістіктерге кіргіземіз. Себебі ол түбір тұлғалы негізгі етістік болып саналады. Ал екіншісі күрделі. Күрделі етістік дегеніміз қалай жасалады? Мереке? Тіркесу арқылы, қосарлану арқылы, бірігу арқылы жасалады. Дұрыс айтасың. Келе жатыр, бара жатыр, келгені, келген екен деген секілді. Жарайсыңдар. Енді балалар біз осы жерге тоқталатын боламыз. Тақтаға мұқият назар аударатын боламыз. Етістіктер сөйлемдегі атқаратын қызметі мен мағынасына қарай негізгі және яғни негізгі етістіктер, көмекші етістіктер болып екіге бөлінеді. Негізгі етістіктер біз жаңа айтқандағыдай, яғни тұлғасына қарай жаңа бөлдік қой. Негізгі және туынды. Осы жердегі етістіктердің барлығы, яғни отырған, жүрген, секірген, тұрды, жатты, оқыды, бұның барлығы негізгі етістіктер берілген. Негізгі етістік ол яғни жалғыз тұрып сұраққа жауап бере алады. Белгілі бір грамматикалық мағынасы бар сөздер. Және де ол яғни сөйлем мүшесінің қызметін атқарылады. Бізде етістік көбінесе қандай қызмет атқарушы еді? Баяндауыштың қызметін атқаратын. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді көмекші етістіктер дегеніміз не? Соған тоқталатын боламыз. Яғни ол бізде көмекші етістіктер көбінесе еді, екен, емес, жазды, етде, деп, дезе, деген, дер деген сөздер шығып. Сұрақ қойып көрейікші? Еді, сұрақ қойшы? Еді, не істеді деген сұраққа жауап беріп тұр ма? Сұрақ қоя алмаймыз. Оның алдына біз негізгі етістікті қойсақ қана қойылады. Мысалға, сөйлеп еді, оқып еді, оқыған, екен, сөйлеген, еді деген секілді. Сөйлеген не істеді деген
оқып отыр, жүріп келе жатыр, сөйлеп еді деген секілді. Енді қараңыздар, оқып отыр деген сөзде ең бірінші сөз бұл жерде балалар етістік үнемі осылай келген жағдайда оқып отыр, сөйлеп отыр, жазып отыр, келе жатыр деген кездегі етістіктің алғашқы сыңары, ең бірінші сыңары, яғни негізгі етістік болып табылады, одан кейінгісі көмекші етістік болып табылады. Осыны естен сақтап отырамыз. Негізгі мағына сабақты оқығандығын айтқысы келіп отыр да, оған оқып отырғандығын көрсеткісі келіп тұр, ол демек көмекші етістік болады. Тек оқып қана тұрған жоқ, отырғандығын да айтып жатыр. Түсінікті ғой, иә? Сөйлеп отыр. Түсінікті ғой, иә? Сөйлеп отыр деген кездегі сөйлеп дегеніміз негізгі болады да, отыр дегеніміз көмекші етістік болады. Келе жатыр. Негізгі мағына келу, жатыр дегеніміз көмекші етістік болады. Түсінікті ма балалар? Жақсы. Ешқандай сұраққа жауап бере алмайды. Жалпы түріп ешқандай қызмет атқарылмайтын сөздер. Ал былай келетін болса, демек біріншісі негізгі болып табылады да, екіншісі көмекші. Түсінікті ғой, иә? Көмекші етістіктерді қатыстырып, бейнежазбадағы бірінші оқиғадағы ата-ана мен балаға хат жазыңыздар дейді. Демек, яғни ата-ана тобы ата-анаға хат жазады да, балаға жасөспірім тобы жазады. Өздеріңіздің ақылдарыңызды жазыңыздар, барынша. Іске Сәлеметсіз бе ата-ана? Сіздің ұлыңыздың тура жолдан таюы, тәртіпсіз нашар болып өсуі сіздің балалық шағында берген тәрбиеңіздің жемісі еді. Ұлыңыздың әр сөзін құптап, ол қалаған жасайтын болды. Ақша десе ақша, сабақтан қайту десе рұқсат бергеннен кейін ол өзіне бәрі болады деп ойлады. Сонымен қатар сіз балаңызбен уақыт өткізудің орнына ұялы телефонмен уақыт өткіздіңіз. Егер сіз ол балаға немқұрайлы қарамағанда, бар аналық ақыл айтып, оң солын тануына көмектескеніңізде, одан керемет тұлға қалыптасар еді. Ендеше сау болыңыз. Жақсы.Інде балаға хат. Сәлем, мен сенің өміріңнің қандай болғанын видеожазбадан көре алдым. Өмірің жай айтқанда жаман болған екен. Мұның барлығына кінәлі сенің бойындағы кесел қасиеттер. Олар сенің бойында кіші кезіңнен қалыптасып кеткен екен. Өміріңде барлығы жақсы болу үшін сол қасиеттердің арылуы қажет. Тез етіп түзеліп, бойыңа жақсы қасиеттер сіңіріп, ата-анаңның көз қуанышы болуына тілектеспін. Сенің қолыңнан барлығы келеді. Жақсы, жарайсың. Себепті сен олардың үмітін ақтауға тырысуың керексің. Үнемі еңбек етіп, сабақ оқып, ата-анаңның айтқан ақылдарын тыңдап ұғу керек. Саған айтқым келетін өмір ол еңбек. Сен өмір бойы еңбек етуің керексің. Саған айтатыным сен өзің өмірде көптеген қиындықтар болады. Баланың болашағы тікелей ата-ананың берген тәрбиесіне байланысты. Тәрбие тал бесіктен демекші, балаңызды кішкентай кезінен бастап, жақсы мен жаманды ажырата алатындай, болашағын ойлайтындай тәрбиелеу керек еді. Өсіп жатқан уақытта қолдау көрсетіп, еркінсітіп жібермегенде жақсы тұлға қалыптасар еді. Жақсы. Ақбота көмекшісіздерді атап кетші жаңа өзіңдегі. Тез-тез көмекшісіздерді. Жемісі еді, болады деп ойлады демеңдер. Жақсы, тағы. Сен кері байланысқа жазамыз, толтырамыз, және де сол кері байланысты маған тастайтын боласыздар. Үйге берген тапсырма баланың бас ұстазы ата-ана тақырыбында эссе жазу. Расында да баланың ең бірінші ұстазы кім? Ата-ана.